Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмі тіл үйіретін, бір жасағаннан мінсіз болып шығатын сочный котлеттің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны толық көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Рахмет. Және мен сіздерге бақырдың, яғни табаның котлеттің жабыспай пісу үшін бір лайфхакпен бөлісетін боламын. Егер осы лайфхакты білгіңіз келсе, видеоны толық көріп шығыңыздар. Ең алдымен бізге фарш қажет болады. Менде сиыр етінің фаршы. Одан кейін 2 нан қажет болады. Осындай үлкен нанды кесіп аламыз және корждарын осылай алып тастаймыз кесіп. Осы жұмсақ нанды алып, жылы суды құйып, жақсылап нанды міне осылай сулап алып, артық суын алып тастайтын боламыз. Және 2 жуа қажет болады, және 3 сарымсақ. Жуаны осылай бірнеше бөліктерге бөліп шықтым. Одан кейін сарымсақты қосып, блендердің көмегімен осылай езіп шықтым. Егерде сіздерде блендер болмаған жағдайда, кәдімгі массировка болса, сонымен қолдануға болады, немесе пышақтың көмегімен ұсақтап, турап тастасаңыздар да болады. Енді ол әркімнің өз қалауы. Менде блендер болғандықтан осылай тез дайындап алдым. 1 қасық тұз қосамыз. Қалауынша бұрыш қосуға болады, мен бұрыш қостым. Әртүрлі дәмдеуіштер де қосуларыңызға болады, ол енді әркімнің өз қалауы. Одан кейін мен 1 жұмыртқа қостым. Бірақ бұл жұмыртқаны қоспай қойсаңыз да болады. Енді жақсылап тұрып араластырып аламыз да, кішкене су қосатын боламыз. Бұл су бізге жаңағы котлетіміздің сочный болып шығуына көп септігін тигізеді. Артық су шығу үшін осылай фаршты қолмен бірнеше рет осылай ұрып аламыз. Сонда артық суы кетеді фарштың. Ендігі кезекте мені осы лайфхакпен бөліскім келді. Табаңыздың тап-таза болып шығады. Әрі фаршыңыз, жаңағы котлетіміз жабыспай пісу үшін осылай пергаментный бумаганы қойып, оған майды құйып, осылай пісіріп аламыз. Біздің майымыз, табамыздағы майымыз қызып жатқанша осылай котлеттің формасын жасайтын боламыз. Мен қолымды алдын ала маймен майлап алдым, өйткені котлет жабыспау үшін қолыма. Мені осындай бөліктерге бөліп, осындай формада котлет жасайтын боламыз, ұнға аунатып. Мен бірінші ұнға аунаттым, одан кейін қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Панировочный сухариға да аунатып жасаймын. Мені осылай оп-оңай жабыспай, жақсы болып пісетін котлетті дайындайтын боламыз. Пергаментный бумагада өте жақсы піседі, жабыспайды асты, күйіп кетпейді. Мұны осындай лайфхакпен бөліскім келді сіздермен. Жасап көріңіздер. Ал енді екінші котлетімізді, екінші бөлігін осындай панировочный сухаримен жасайтын боламыз. Панировочный сухаримен осылай тура осындай бөліктерге бөліп аламыз да, осындай формаға панировочный сухариға аунататын боламыз. Енді әркімнің өз қалауы, мүмкін ұнмен ғана жасауға да болады. Мен 2 рет осындай үйде болғандықтан, осы панировочный сухари болғандықтан осылай жасап көрейін деп шештім. Енді ол әркімнің өз қалауы. Жасағыларыңыз келсе, осылай да жасап көрулеріңізге болады. Тез қызарады, дәмді болып шығады. Сіздермен тағы да бір өзімнің каналымдағы дәмді етсіз котлеттің рецептімен бөліскім келеді. Оны сіздерге подсказка ретінде видеоның бастапқы бөлігіне қойып кететін боламын. Және бізде менің каналымда кешкі асқа өте дәмді неше түрлі тағамдар бар. Оны конечная заставка бөліміне қойып кететін боламын. Міндетті түрде видеоларымды көріп, жасап көріңіздер. Рахмет.
Және менің каналым сіздерге ұнап жатқан болса, менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Сіздердің әрбір жазған пікірлеріңіз, подпискаларыңыз маған өте маңызды. Қазақша ютубты бірге дамытайық. Сіздерге үлкен рахмет. Міне осылай котлеттеріміз толығымен дайын болды. Міне қарасаңыздар, осындай дәмді сочный котлеттер шықты. Осы котлетке мен кешкі асқа жасадым. Оған картофельный пюре қылдырып, қасына начинкасын қойдым. Ал жаңағы табадағы пергаментный бумаганы маймен бірге осылай алып тастаймыз да, табаны жай ғана шая саламыз. Ешқандай былғанбайды, өте таза болып шығады. Рахмет. Дәл осылай котлетті пісіріп көрсеңіздер болады.